Қайырлы күн, құрметті көрермен, бұл шынайы вайб. Бүгін біз бақытты отбасы формуласы туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін студиямыздың қонағы Қуанышқалиев Бөлекбай Табылдыұлы, қолөнерші, және де Алтын шаңырақ аналар кеңесінің төрағасы Әбіш Жанар Төрениязқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы өздеріңіз туралы айтып өтсеңіздер, қанша жыл болды отасқандарыңызға, осынша жылда бақытты отбасы формуласын жасауда қандай негіздерді, қандай факторларды негізге алдыңыздар, сол туралы айтып өтсеңіздер. Мен бастайын ба? Сөйлеңіз. Иә, енді ең біріншіден осындай бақытты отбасының формуласына шақырып жатқандарыңызға өте ризамыз, қуаныштымыз. Өйткені ең бірінші мемлекетіміздің өзінде отан отбасынан басталады. Сондықтан біз отанның бір бөлшегі болып, бақытты отбасының құрамына кіретін болсақ, біз үшін ол үлкен бір мәртебе. Сондықтан сіздерден шақыру алып отырғанымызға да біз өте қуаныштымыз. Біз бір-бірімізді жаңағыдай осы еңбектің арқасында үлкен ортада әртүрлі сабырлармен, әртүрлі бір түрлі сынақтардан өтіп деген сияқты сондай бір кезеңдерден өткеннен кейін барып бас қосып отырмыз. Ал бір-бірімізді шынымен де бұрын танымаған, білмеген жандармыз, бірақ есейе келе адам ойын тоқтатып, санасы биіктей түскен кезде ол міндетті түрде адамға адам керек екені рас екен. Сондықтан біздер мынау ұлттық құндылықты насихаттаймыз, қазақтың ұлттық қолөнерін дамытамыз деп жүрген кезде біздердің бір ойдан, бір ниеттен, бір пейілден, бір мақсатта бір-бірімізді түсінісіп бас қостық. Енді жалпы олай болса, қазіргі ұлттық тәрбие дейміз, ұлттық құндылық, отбасы құндылықтары, жалпы қазіргі ата-аналар ұлттық тәрбиені насихаттауға, балаға ұлттық тәрбиені сіңіруде қандай үш негізді басшылыққа алу керек? Мен осы әрдайым қазіргі күнде қоғамдағы балалардың тәрбиесіне және ата-аналардың ортақ бір-бірінен ажырамайтын бөлік қой. Сондықтан біздер осы соңғы кезде көбірек осы ата-аналармен бас қосу жиі болып жүр. Сол кезде сөз берген кезде мен былай деп айтам: ең бірінші баланы міндетті түрде жауапкершілікке үйрету керек. Жауапкершілігі бар азамат пен азаматша ол міндетті түрде елдің бір тұтқасын ұстайды. Екіншіден, біздің елімізге білімді, дара, сондай сауатты, саналы жастар керек, бірақ еңбекпен өскен, еңбекпен дамыған ұрпақ керек. Өйткені біз жастайынан баланы еңбекке баулу керекпіз, еңбексүйгіштікке үйретейік деп соны айтам, насихаттаймын. Екінші, үшінші, бала мынау жан-жақты қызылды, жасылды, әртүрлі мынау әлеуметтік желідегі түрлі блогерлар ма, керемет бір түрлі жаңағыдай адамдар, атақты адамдардың ғана өміріне емес, біздің ұрпақтарымыз өзінің тамырын білсе екен, өзінің шыққан тегін білсе екен, өзінің ата-анасын тани алса екен, өзінің ата тегін, жеті атасын білсе екен. Себебі біздің осы өмірге келіп, осы күнге дейін аяғымызға нық басып, осы өмірде сүруімізге біздің арғы тегімізде ата-бабаларымыз бен әжелеріміздің үлкен өмірге деген өміршеңдігі, өмірге деген көзқарастары, неше түрлі зұлмат заман болғанда, ашаршылық, соғыс, қиын шақтар болған кезде де олар мынау ұрпақ сабақтастығын үзіп алмау үшін өздерінің өмірлерін қатерге тігіп, міндетті түрде сау ұрпақты, дені сау ұрпақты өте мынау айтады ғой, еңбек сүйгіш, еліне отан сүйгіш, сондай бауырмал қазақтың жан-жақты тәрбиесін бере білді.
соның арқасында мінекей біздерде өмір сабақтасып ұрпақтар жалғасып атадан балаға мирас болып қазіргі күнде мінекей біздер модерн заманға деп айтам әрдайым біздер 21 ғасырға аяқ бастық. Соның өзінде біздерде ең басты міндет біздің отбасы құндылығы, адамгершілік құндылығы, ұлттық құндылық өте маңызды. Өйткені өзіміздің тамырымызды білмейінше, біз өзіміздің тамырымызбен әбден бекіп алмайынша, біздер қандай білім алсақ та, қандай дағдыны меңгерсек те, қандай істі, кәсіпті жасасақ та, біз түбімізбен нық тұрмайынша, тамырымызды білмейінше, онда біздер қай уақытта да құлап кету қаупі бар. Сондықтан міндетті түрде айтатыным жауапкершілік, еңбексүйгіштік және өзін тану. Ал өзін танитын адам ешкімге еліктемейді, өзін танитын адам өзіне сенімді болады, өйткені оның ата тегінен жалғасып келе жатқан мықтылық, тектілік, тектілік ол міндетті түрде оны биікте ұстай біледі, ұстайды. Түсінікті. Енді Бөлекбайға жалпы сіздердің отбасыларыңызда осы міндетті түрде ұстану керек, яғни бір догмаға айналған ұстаным бар ма? Ол өзгермейтін бір заңдылық бар ма? Өзгермейтін заңдылық енді біздің отбасымызда менің жеке өзімнің әке шешемнен дарыған үлкенді сыйлау, құрметті, соның ішінде ол мысалға бір үйде бәлен бала шаға болады, өседі, өнеді, жан-жаққа үйлі-күйлі болып тарайды. Сонда да өзіңнен алыс қашық тұрса да өзімнен үлкеннің тәрбиесін, мысалға біз қазір өзімізде өстік жетілдік деп отырмыз ғой. Дей тұрған біз әлі күнге дейін, мысалға біздің үлкен анамыздай қазір Зоя деген апамыз бар, жездеміз бар, Сапарғали деген, солар біздің қазір үйдің үлкені. Отбасы бөлек болса да, қаншама жыл бөлек тұрса да, біз солардан әлі күнге дейін тәрбие аламыз. Ол ешқайда ештеңе жазылмаған, және басқа бізден де басқа неше ұл қызбыз, ойып соны тыңдап сол жақтан тәрбие әлі күнге дейін. Яке сол алла жездеңізге иек артасыздар, бір шешім шығарырда. Солардың өмір сүру үрдісін біз соны қайталап келатырмыз. Соларға қарап өмір сүру. Мысалға тәртіп, бағыну, сабырлық, сондай бірін-бірі үйіп тыңдау, ауызбіршілік дегендей. Сондай бір енді сіздің кәсібіңіз туралы айтайықшы, сіз өзіңіз қолөнер шеберісіз. Енді жалпы баланы осындай бір ұлттық ата кәсіп дейміз ғой, соған баулу үшін қанша жастан баулу керек, және баланың қандай бір дағдылары болу керек болған. Енді қолөнерді барлығы бірдей игеріп кете алмайды ғой. Қандай бір машықтар керек, қандай бір дағдылар керек, неше жастан бастау керек? Менің түсінігімде оның жасына қарайтында ештеңе жоқ. Оның баланың өзі әр белгілі болар бала. Сосын оны балаға үйрету үшін дейді. Үйретудің керегі жоқ, баламен бірге жаса дейді. Өзің жасасаң, өзің сол. Бұл бала 5 жаста ма, 3 жаста ма, 5 жаста ма қарым. Өзің жасасаң, бала сенен үйренеді. Оның ішінде қайсының өзінің бір атадан қалған жұққан қасиеті бар. Мысалы, біреу техникаға әуес, біреу жаңа басқа бір салаға әуес. Енді өзіміздің тұқымда да бар әлі. Мен де өзімнің әкемнің інісі болған өмір деген кісі өмірден ерте кетті дегенмен, солардың қалған көне дүниесінен мектептен бастап өзім сол үйреніп жасап кеттім ары қарай. Әлі күнге дейін соны енді өнер қылып, азық қылып, ұрпаққа соны сабақтастырып қазіргі күнде. Енді көбіне ана суретшілер, мүсіншілер айтайын дегенін сурет арқылы, жаңа мүсін арқылы, сол арқылы жеткізеді. Соны айтқым келіп отқаны енді жұбайым сияқты терең ашып айта алмаған болармын, дегенмен мен сол қолөнермен жеткізе аламын, соны мен жеткізіп келе жатырмын. Менің жасаған дүниелерім осы 6-7 облысқа тарап жүр, арнайы тапсырыстар келеді. Ол деген бір сауда-саттық деген сөзіміз, ол сенің мына қолыңнан келетіні, оны адамдар халық бағалайтыны, сұраныс бар екен, ол адамға шабыт береді, қуат береді, шабыт береді. Анадан кейін қалай жасамайсың? Жасағың келіп тұрады үсті-үстіне, енді ойдан ой туады. Сосын енді айналамда жаңа жиендері бар, інілер, нағашылардың балалары дегенде сондай, олар өзі іріктеліп, өзі жақындап келеді менің қасыма. Иә, көзге қиған салып қоямын, жаңа байқап отырамын, кімнің қайсына бейім екенін, ұрыспай, айқайламай, жасаған қатесін байқамаған болып,
үйреніп келатқан балдар бар. Үйрету қиын. енді жалпы мына қазіргі қоғамда енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейміз. Қазіргі қоғамда отбасыларда ұлттық тәрбиені мынау жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, модерн кезеңмен байланыстырып, соны бір ұштастырып, сабақтастыру қаншалықты жеңіл немесе қаншалықты қиын? Қазіргі балалар бұрынғы біз сияқты, сіздер сияқты ойда емес, олардың қазіргі мүмкіндіктері көп, жаңағы әлемнің кез келген нүктесінен жаңағы смартфоннан тауып ала алады, кез келген білімді қалтасында жүр ғой. Соны енді ұштастыру қаншалықты? Дұрыс айтасыз, мен жалпы осы азаматтық қоғамда осы ұлттық құндылықты насихаттаушы ретінде көбі таниды мені. Енді осы аналардың бейнесі қандай болмақ, аналар қандай киіммен жүрген, мысалға мен өзім ұлттық кимешек кием және оны насихаттаймын, өйткені біз қоғамда ананың рөлі болу керек дегенді мен өзім ұстанамын. Енді қараңыз, мысалға біз 21 ғасырға кірдік, біз даму үстіндеміз, қазір Европаға, дамушы елдерге еліктейміз. Соның өзінде сонда біздікілер өзіміздің тамырымыздан алыстап баратқан сайын, мына біз қазақылықты дәріптегенде кәдімгідей таң қалып жатады да. Соны мен айтамын, мен жаңалық ашып жатқан жоқпын ғой, мен Америка жасап жатқан жоқпын, мен тек қазақ болуды айтып жатырмын, болды. Біз ол сенің қаныңда бар, да? Сенің өзіңнің тегіңде бар. Сондықтан оны біз бәріміз қазақ екендігімізді, өзімізді бізге дүниеге, осы қазақ болып дүниеге келгеннен кейін біз қазақ болып өмірден өтеміз. Бірақ әрине заманның көшіне де ілесу керекпіз. Міндетті түрде ол. Бірақ қалай деп айтсақ екен, мына таразыны тең ұстай білу керек сияқты. Екі жағын бірдей. Өйткені біздер мынау керемет бір заманауилықты ұстанған сайын өзіміздің қазақылығымызды екінші сатыға қалдыруға болмайды. Екеуін ұштастыру. Міндетті түрде. Өйткені біздің ұлы тұлғаларымызда, біздің керемет сонау өмірден озған қаншама ғұламаларымыздың барлығының аңсағаны, алаштықтардың аңсағаны осы еліміздің дамуына, тәуелсіздік алуымызға, егемендік алуымызға, біздің жастарымыздың көзі ашық болуына насихат жүргізді. Ал бірақ оның түп төркінінде арғы жағында сол қазақтың қазақтың қазақ болып, бірақ дамып, өсіп, өніп, өзінің отанын, өзінің елін, өзінің жерін көркейтуге үлес қосуға соған күш салған. Мен де соны ұстанамын. Сондықтан таразыны тең ұстай білу керек. Өзінің кім екенін білу керек, даму керек, оқу керек. Бірақ өзіміздің құндылығымызды міндетті түрде ең бірінші орынға қою керек. Енді отбасында жалпы баланың тәрбиесімен кім айналысу керек, немесе ұлдың тәрбиесімен анасы, қыздың тәрбиесімен әкесі, немесе керісінше болу керек. Ондай бір жазылмаған бір формула бар ма? Меніңше ортақ, ол қызды қызға бағады деген ондай түсінік жоқ. Ол ортақ тәрбие. Өйткені қыз бала әкеге жақын келеді дейді мысалға. Сондықтан оның бөліп жаратын жоқ. Үйдің ішкі шаруаға да жүздің жұмысына да мысалы қолөнері болсын, басқа да болсын, оны бөліп жаратын жоқ. Бірдей тәрбиелеп, бірдей бағып қағып, бір мақсатта, қалай деп айтады жаңа, бірдей сөйлей беру керек. Сен тұра тұр, сенікі дұрыс емес, сен былай тұр, сен былай тұр, аламай. Анасы да, әкесі де бір бағытта сөйлесе, бала да сол бағытта үйрету өзін. Яғни ананың тәрбиесі болу керек, әкеде жауапкершілік болу керек. Қазіргі уақытта мысалға біздер көбіне көп жалпы бүйтіп айтады, ұлтыңды тәрбиелегің келсе, қызды тәрбиеле дейді, руыңды тәрбиелегің, руыңның атын шығарғың келсе, ұлды тәрбиеле дейді. Енді дегенмен біз әйел адамдарға жауапкершілік көп деп әйелдің иығына артып қона қоймай, ұл баланың да жауапкершілігін мықты екенін біз айта білуіміз керек. Мынау бір Қытайдың бір провинциясында дейді, ұл бала өзінің жарын таңдаған кезде оның бойынан 40 түрлі өнер болу керек екен.
олар да сондай талап қояды екен. Кішкентайынан біздерге қазақта бүй дей ма, жігітке 7 өнерде аз дей ма. Сен мамандық таңдадың ба, бірақ сенің жаңағы спорттан, ұлттық қолөнерден, әртүрлі музыкадан жан жақты болу керек. Біз соған дайындауымыз керек баланы. Ал отбасында ер адам, ол тек табыс әкелдім, мен тек материалдық табысты жеткізіп қана қойдым деп емес, баланың тәрбиесіне де көңіл бөлу керек. Мысалға, күні кеше киноларға біздер балаларды алып бардық, иә, сонда мысалға әкенің балаға деген махаббаты ол ерекше болады. Ол әкенің орны қай уақытта да жоғары. Әкені біздер әрдайым асқар тауға теңейміз. Сондықтан мәңгілік баланың жадысында қалу үшін әкенің бала тез өседі ғой. Бала тез өседі. Сондықтан баланың өсу кезеңдерінде әрбір баланың қылығы әкенің де есінде қалып, баланың да өзінің сол кезеңдерде әкемен екеуінің арасындағы байланыс қандай болғаны. Мынау жаңағы ағай айтып отырғандай ұлттық қолөнерге де баулуы, немесе тіпті бір дүкенге бірге алып барып баланың өзіне сауда жасатып көрсетуі, үйге қонақ келген кезде қолға су құйғызу, көрпе салғызу деген сияқты бір, мынау айтады ғой, ұлы істердің өзі қарапайымдықтан басталады. Яғни біздің бұрыннан келе жатқан ғұрыптарымыз, әдеттеріміз сол бір отбасылық, мынау тұрмыстық деңгейде қолданатын міндетті түрде. Ол күн тәртібінен ешқашан түспейді. Мынау ұлттық құндылық түспейді, адамгершілік құндылығы, мынау бала тәрбиесі, отбасы құндылығы біздерге салып кеткен өзіміздің бабаларымыздың сара жолы бар. Одан таюға болмайды бізден. Егер біз одан тайып, оны менсінбей, біз еліктеп басқа ұлт өкілдеріне солардың дәстүрін алған сайын біз одан сайын адасамыз. Ал енді мынандай бір қағида дейміз ба, құбылыс дейміз ба бар, қазіргі қоғамда мысалы белгілі бір отбасының моделін екінші отбасыға телу. Мысалы айталық, үйде жаңағы айттық қой, ер адам материалдық тұрғыдан қамтамасыз етуші, әйел адам жаңағы үйдің берекесін кіргізуші деп мысалы айталық. Енді әйел адам мысалы өзінің бір, біздің стереотипте әйел адамның өзінің бір жазылмаған атқаратын істері бар. Үйде қызметтері бар, жаңағы үй жинау, қонақ күту, ыдыс аяқ жуу, кір жуу деген сияқты. Бірақ бұл қатып қалған қағида емес қой. Үйде ер адам ыдыс жуса, немесе ер адам әйеліне көмектесіп тамақ пісірсе, болмаса киім кешегін өзі дайындайтын болса, бұл енді әртүрлі отбасыда әртүрлі модельдер қалыптасады, сол бір модельді шығарып барлық отбасыға телу қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Енді ол екеуі ара келісім болатын шығар. Екеуі ара, мысалға, әйел адамның қолы тимей ататын болса, ер адам көмектесіп жібергеннің кейбірлер енді өкінішке орай ар санайтындар болады. Ол жаңағы айтқандай, ол үйінен қалай тәрбие алып шықты, тәрбие алған бала, ол қалай бұл көрді, оның бер жағында қалай өзін даму кезеңдерінен өтті, соған байланысты. Мысалға, кейбір адамдар болуы мүмкін, тек қана әйел адам жасайды, ер адам тек қана диванда жату керек. Оған мен келіспеймін. Мен қазіргі балаларға да, мынау қазір бізде этноклуб болып жатыр, 9 пен 15 жас арнайы енді өскелең жасөспірімдерді алып жатыр. Олардың барлығына осының барлық ұлттық құндылықты құйып жатырмыз. Қыз баланы сыйлау, құрметтеу, әркім өзінің дүниесін өзі игеріп жауапкершілікпен алу. Мысалға, киімдеріңді де келгеннен кейін киімдеріңді шешіп кету, қайтадан кию, мысалға шұлық жуып, әркім өзі шуып іле қойса, ештеңесі жоқ оны. Яғни балаға тәрбие беру керекпіз, бірақ жауапкершілік артамыз, бірақ таңдау еркін өзіне қалдырамыз. Еркіне қалдырамыз дегенмен бала білу керек бәрінде. Оның себебі өмір кезеңінде алдында не тұрғанын біз білмейміз. Яғни үлкен өмірге дайындау керек. Мысалға, мен балама айтатынмын, сен Америкаға барып тұрсаң да, Японияға барып тұрсаң да, тазалық бәрібір керек. Сенің артыңнан ешкім жүрмейді. Сен өз киіміңе, өз жататын орныңа, өзіңнің тамағыңа тек өзің жауап беру керексің деп. Сондықтан бағанағыда әңгімемде айтып кеттім ғой, 3 басты қағида деп, соның бірінде жауапкершілік болды. Жауапкершілік, ол әркім өзіне жауапкершілік алу керек. Яғни қазір мысалы тағы бір айта кететін мәселе, жаңа стереотип дедік, отбасы туралы. Енді бір отбасы туралы мифтер бар.
соның отбасы туралы жаңа қалыптасқан стереотиптердің қайсысы мифтер едіңіз сіз? Әрбір отбасы немесе менің отбасымда ондай нәрсе жаңағыдай жоқ, ондай нәрсе менің отбасымда ондай нәрсе болмайды, болуы мүмкін емес деп. Мысалға енді біреулер айтуы мүмкін бақытты отбасы деп, бақытты отбасында ешкім бір-бірімен ұрыспайды. Да? Мысалы, ол миф, шындай да. Өйткені бақытты отбасы деген ол енді қаншама өмірдің түрлі кедір бұдырынан өтуі мүмкін, сынақтарынан өтуі мүмкін. Соның барлығы мысалға барлық өмір бойына біздер бір-бірімізбен ұрыспай, тату тәтті өмір сүріп келе жатырмыз деген сөз ол миф деп айталамын. Мысалға, шынымен ол екі елдің адамы, ол деген міндетті түрде ол екі түрлі арасында көзқарас. кикілжіңдер болады. Қазақбайы бар сондай. Енді қараңызшы, шал. Сондай бір басқа саламызым ба? Араларыңызда сондай бір жағдай болып қалса, қалай шешесіздер? Біздердің арамызда да ондай жағдайлар болады енді. Біздерде енді көбіне көп жұмыспен байланыстымыз біздің өмірімізде. Бірақ дегенмен бір-біріміз түсінісуге тырысамыз. Өйткені біздер өмірді келісімге қалай келесіздер? Сол бір сөздің бастап отырсыздар, немесе біреуіңіз ашуыңыз басылғанша шығып кетесіздер ме басқа жаққа? Шақта кетемін, мен сосын көбіне ойланамын, қай жерден қате кеттім, қай жерден ағаттық. Ол былай жаңа жақсы айтып жатсыздар ғой. Баланы кірді бірге жуа салу, ыдыс аяқты жуа салу деген. Ол бәрінде де баланың кішкентай кезінде де сөйтіп тәрбиелейміз. Ол қыз деп айырмаймыз, бәріне бірдей жасатамыз. Өсе келе оқуға барады, студент болады, армияға барады, бәрібір өздері жасайды. Өздерінің тазалықтарын, өздерінің киімдерін жуып, өздері бағады. Сосын үйлене келе енді әрбір үйдің бәрін бір теңдеуге болмайды, отбасылық жағдайларын. Үйлене келе өздерінің түсініктеріне, махаббаттарына қарай бір-біріне көмектесе, шаруа жасайды, үйдің ішінде тамақ бірге пісіреді, бәрі жақсы болады. Сосын орта жасқа келеді. Сол кезде енді жүздің жұмысы бар, үйдің жұмысы бар, бөлек бір шаршап келеді, ол уже кейде қолына келсе істейді, көңіліне қарай, кейде істемейді. Оның бәрін тепе-тең қылып, келесі ұрпаққа солай істейтіндер. Олар енді қосылғаннан бастап, кішкентайынан бастап қартайғанша соны атқарып шығады деген меніңше дұрыс емес. Ол жерде де мысалға мен қазіргі жасымда, қазірге дейін ешкімге ешқандай артпай келдім. Қазіргі жағдайда мен кейде өзім шаршап та келемін, кейде ойлаймын, осы жасқа келгенде мен неге нәскиімді жуып отырмын. Маған не көрінді соншама. Қанша жақсы көрем, құрметтеймін, шаршап келеді. Бұл дейтіндер физически маман ми дейтіндер 24 сағат жұмыс жасап жатыр ғой. Былай қарағанда күшті болып жүрген ми 24 сағат дем алмайды. Кішкене ұйықтап алсын деп аяйсың. Сондай нәрсе, бірақ енді манағыдай соны ойлаймын қазір тыңдап отқан келесі ұрпақ, бұл біздің ата дәстүріміз екен деп өле-өлгенше өз нәскиін өзі жуып өтпесін еркектер. Еркектің де намысы бар, тоғыры бар, қанша дегенмен бір саты биік қой, биіктігі бар. Бағана айтқан бала тәрбиесі дегендер, әкең келатыр дегенде біз қалай жүгірдік. Тіпті соны бір шападан жеп өскен жоқпыз, көрген жоқпыз. Бірақ әкең келатыр дегенде статус қандай болды. Сол бәрі тәрбиеге, келісімге байланысты. Ойбай, ана үйдің әкесі сөйтіп жатыр, мына үйдің баласы сөйтіп жатыр деген ол тәрбие болмайды меніңше. Сондықтан отбасынан екі адамның өзінің түсіністігі, ұрпақты қалай тәрбиелейді, сол келісім болу. Жеткісе алдым бірде. Сыйластық болу керек. Әрине міндетті. Ашу болмай тұрмайды, ашу болады. Ашу дұшпан ақыл дос дейді. Сосын ашуланып, сосын қай жерден менікі дұрыс болды ма, теріс болды ма? Кешір, мен қате кетіп қалдым. Мен басқа бір нәрсеге ойлап кетемін, ашуланып кетемін де үстіне мынадай алдымда мына жуылмаған ыдыс аяқ или нәски жатса, ашу шығады. Сосын келесіне ашуланады. Сосын ол ашу қайдан келді? Бұл бана басқа бір жұмыспен, басқа бір нәрсені ойлап кетсің ғой сен. Үйге қатар келіп қалады, ашу шығады. Ал енді мысалы айтады, мынадай бір нәрсе бар. Түздегі дүниені үйге әкелмеу керек, үйдегі нәрсені түске шығармау керек дейді. Ол міндетті түрде, ол өте мен бір жақсы ұстанымым, соған мен қызығатыным, сол сөйтетін балдарға да. Ол енді өте бөлек нәрсе, ол керек емес. Үйге аттарыңа сыртта қалсын. Және жұмыстағы болған жағдай қиыншылық болса да, бір нағыз бір шешілмейтін нәрсе болса айтасың енді. Кеңесесіз ғой. Кеңесе соны қабырған қойды. Сосын нағыз бір шешілмей жатыр-ау деген, шеше алмайтын, қиналып жүрген кезде. Былай ол үйдегіні сырттан үйге айту деген ол сәпсізден адамның ешкі. Енді ашылып жатқан сияқтысыз, жаңа сөйлей алмай жүрдіңіз ғой. Енді темірді қызған кезінде соқтайды, Жанар Төрениязқызы, енді өзіңіздің өмірлік серігіңіздің ұнамды бір үш қасиетін айтасыз. Өзіңізге ұнамды үш қасиет. Айгүл үшеуі асып кетсе. Аса кем үшеу дегеніміз. Айтыңыз, бесеу, он.
енді көзінше мақтаған деп аламын ғой. Енді сізге ұнамды қасиеті қандай? Оған да тіпті үшеу емес, барлығы ұнайды. Жүріс тұрысынан бастап сөйлесу саптауы, адамды бауыруы, өзіне сабырлық, ең бастысы сабырлық қой. Ойпырмай адамды ала алмайды, анау барды ойлап тұрау, маған мынау бір жамандық ойлап тұрау, жасап кетеді ау деген бір қиянатсыз адамға бір сенбей ала көзбен қарау жоқ. Бәрін өзіне бауырын тартып, сондай бір сеніммен адамды үйіре біледі. Ең бастысы жаңа ұйымдастыра білу. Мысалға, ел болу үшін бәрімізге бірдей депутат, министр болу міндетті емес. Бір басшыға бағыну керек. Ол басшы басқаратын, ұйымдастыратын адамда қабілет болу керек. Міне соған ере білу керек. Мен де сол көбіне айтатыным сол, бәрі де әртүрлі әңгімелер айтады ғой, бір ортада. Мен айтамын, бір басшыға бағыну керек. Сен сол артынан жүрсең қор болмайсың. Сол сияқты бір үлкен басшылық қасиеті бар ұйымдастыратын. Жоқтан бірдеңе ойлап табатын. Иә, ол енді Сондай бір қиын қыстау кезде, қиын қыстау емес, әп сәтте бірдеңе ойлап табу. Сосын енді қалай қуанбайсың, қалай еріксіз ғашық боласың. Рахмет. Енді Жанар Төренетқызы, жалпы қазір мысалы өкінішке орай қоғамда біз сәл тақырыптан ауытқып қояйықшы. Орамалдан қорқатын, сақалдан қорқатын деңгейге жетіп қалдық қазір қоғам. Әлі солай. Кейбіреулер тіпті жек көретін де. Енді қанша жастан бастап осы сіз кимешек киіп бастадыңыз, орамал тағып бастадыңыз, айналаңыздағылар қалай қарады, ағайын туысқандарыңыз қалай қарады? Иә, енді қазір кимешекті бір балалы болғаннан кейін келіншек киген екен, келіншекке кигізген. Онда да кез келген келіншекке кигізбеген екен. Оған кәдімгі бұл бізде мынау Европада ақсүйектерде коронация деген бар ма? Сол сияқты бізде жақсы келінге, абыройлы, сондай бір балалы болғаннан кейін омырауын жауып бала емізуге және оның басы қадірлі болып жүру үшін кимешекті сөйтіп коронация ретінде кигізген. Ол бір әйел адамға статус береді. Ол статус, ол үлкен, мынау айтады ғой, мына есіктегі келіннен ұят болмасын дейді. Ол мына сырттағы қазан басында немесе сыртта су әкеліп тамақ пісіріп жүрген келіндерден одан емес, ол бері қарай кимешек кигеннен кейін оның статус өзгереді деген сөз. Ол бері қарай сіңеді, оның кезеңдері бар. Ал енді дәл сондай келін екеуі бір көршіге немесе бір ауылға келін болып түсті, бірақ екеуі де аяғы ауырлады. Енді ол келін негізінде кимешекті сол қыздың ұзатылған кезде сандығына әке шешесі әдемі етіп зерлеп, мынандай әсемдеп, кестелеп, қымбат бағалы кимешекті сол әулетке барып, өсіп өніп сол әулеттің тұқымын көбейткейсін деп деген ырыммен сандығына салады ғой. Ол жасаумен бірге беріп жүреді. Сол кезде ол келін сол әулетке қанша жылдан кейін балалы болады, соған дейін жиған, терген беделі ол мына кимешек киюге деңгейін көрсетеді екен. Сол кезде мысал ретінде айтайын, мысалға Маржанға кимешек киілді, ал бірақ егерде Айманға балалы болды, бірақ әлі оған кимешек кигізу дәстүрін жасамаған болса, ол енді жағдай барлар үлкен етіп жасаған. Ал тіпті жағдай орташа болса, төмен болса да, ағайын туысын жинап, сол келінге статус берген. Салтанатты түрде. Ал сонда келін ойлайтын болған, Маржанға киген кимешек неге маған әлі кигізілмей жатыр? Яғни мен соған сай емеспін. Ол қосымша мотивация болған. Ол мотивация болған, иә. Ол стимул шынымен де. Мен бір жерім жаңағы айтқандай ісім, мінезім менің қате болып тұр, мен өзімді өзім түзеуім керекпін деген екен. Бұрын қазіргідей бана айтқан қоғамдағы келін мен ененің арасында кикілжіңдер ол кезде болмаған. Сондай біздің қазақ көп сөйлемеген ғой, істеген, іспен дәлелдеген, бұйымдармен, қандай бұйым жасалып тұр, қалай жасақталып тұр, тіпті көрпенің жиналғанына дейін ол үйде қанша адам бар, ол үйдің әулетінде ер азамат бар ма, жоқ па, жаңа кимешектің әдемі бисер жаңағы кестеленгеніне дейін көрген ер адам бар әйел ме, жоқ әйел ме? Соның барлығы сөйлемеген, неше баласы бар, қанша адам бар, қарқара киіп отқан кимешекті әйелдер, үлкен кісілерді, олар ауылдың ер азаматтары үлкен бір жаңағы мәселені, мәмілені шешуге кеткен кезде сол ауылға абыз аналар өздері бас көз болып шаруаны шеше берген. Жаулық дейді, неге жауды келе жатқан елге жау
жау келе жатқан кезде сол абыз аналар басындағы кимешегінің күндігін шешіп жіберіп алдына тастағанда сол жаудың өзі жаулықтан аттамаған. Сондай сол кезде жаудың өзі сондай қалай деп айтсақ екен, ананың жаулығынан аттамаған, Ол кезде әйелдің мәртебесін қадірлеген. Ал енді қоғамда қазір мына орамалға келетін болсақ, ол орамал енді былай қарап тұрғанда жалпы әр адамның өзінің шешімі деп есептеймін біріншіден. Бірақ оны ерте жастан кигізуге мен жалпы қарсымын оған. Өйткені біз баланың өзінің жаңа адам саналы түрде келу керек, оған махаббатпен келу керек орамалға. Оны кез келген уақытта шаршаған кезде шешіп тастамайтындай болу керек. Өзінің орамалына немесе кимешегіне ол кәдімгідей шынайы махаббатпен толып саналы түрде келген болса, ол кимешегін жаңағы айтқан тәжі сияқты болып көтеріп жүре алады. Ал егер де мысалға біреудің ықпалымен, біреудің еліктеуімен немесе біреудің айтуымен киген болса, ол балада немесе жаста ол жаңағы өзіне деген сенімсіздік немесе жаңағы өзін төмен санаушылық болуы мүмкін. Тіпті қоғамның да мысалға түрткісіне шыдай алмауы мүмкін. Бәрібір бір шектеу сияқты көретін. Әрине. Сондықтан әрине мен кимешек киіп бастағанда негізі шектеу емес қой кимешек ол. Кимешек киіп менің өзімнің жақындарым, үлкендер жағы әсіресе менің енді анам өмірден озып кетті. Менің анамның әпкесі, енді менің нағашы апам, ол кісіні енді мен өзім анамдай сыйлаймын ғой. Ол кісі басында сөйтіп маған ерсі санап жүрді. Мен киген жоқпын, сенікі неге киесің деген сияқты. Бірақ енді мен өзімнің алған бетімнен таймайтын, сондай өзім шешім қабылдасам, ол ешкімнің маған айтқан сөзі, себебі мен оның дұрыстығын түсініп тұрмын. Себебі мен осы қоғамда аналардың киген киімін қайтадан жаңғыртушымын. Мен жаңғыртпасам, оны кім жаңғыртады? Оны 75-тегі адам ол кимешекті мен айтам, мен кимешек киюді кеш қалыппыз біздер. Оны бір баласы болған келіншектер киген. Біздер жасымыз 45-ке барып келіп. Яғни оның тек қана бір статус емес, жаңағы тұрмыста да бір жаңағы айтқандай бір. Тұрмыста ол практикалық тұрғыда бір өзінің нелері бар. Мынау баланы емізу үшін омырауын жапқан, арқадан сұқ тимес үшін, көз тимес үшін, салқын тимес үшін арқасын жапқан екен. Себебі келіндерге, жас босанған әйелге сөз тиеді, басқа да тиеді, соны көз тиеді, соның барлығынан қорғаныш болған. Енді біздер қазіргі басымызды, мынау әуретімізді жабайық деген заманауи түрде киіп жүрміз әрине. Бірақ аналардың бала емізетін кимешегі ол енді омырауын жапқан. Енді қазір заманға қарай бір жеңілдікпен киюге болады деген мен толық өзім айта аламын. Енді бұл жердегі мақсат бір әдемі көріну емес. Мен айтам әрдайым, мен қазақты қай жағынан да әдемі көрсетуге тырысуым керекпін. Өйткені біздің ұрпақ қазақтың сондай салынып қойған, жазып қойған, бана айтып жатыр ғой, жазылмаған дала заңы бар деп. Соның барлығы біздің аналардан, аталардан қалды ғой. Соны біз неге ұмытамыз? Ол музейлерде неге шаң-шаң болып тұруға тиіс? Неге оны бізге аманаттады, біз оны жалғастыруымыз керекпіз деген оймен. Енді әрине мен кимесем, мысалға немесе менің әпкелерім кимесе, не басқа аналар кимесе, онда оны ақтың орнын міндетті түрде қара жабады. Қазіргі өскеле мен біреудің әрдайым айтам, мен біреудің қара орамалын бір шешіп тастайын деп жаңағы оған агрессия түрде әңгіме айтпаймын. Өйткені ол оның өзінің шешімі, әр адамның өзінің шекарасы бар. Бірақ мен өзім үшін жауап берем. Және мен өскелең ұрпақ, қазір өсіп келе жатқан ұрпақ, ол шынымен аналардың кимешегі ақ болғанын білу керек. Ал қара кию, басқа олардың барлығын мен айтар едім, басқа ұлт өкілдеріне, басқа дін өкілдеріне еліктеушілік деп мен. Ол енді жаңағы қара жамылу, аза тұтатын, таза алу, соның белгісі ғой. Енді білеміз, кейде жаңағы аналар кеңесінің мүшелерімен өздеріңіздің жаңағы әпке-сіңлілеріңізбен шерулер жасайсыздар, жаңағы сауда үйлеріне, көшелерде қалай қабылдайды жалпы?
иә, қазір айттым ғой, иә, көп адам таңғалумен қабылдайды. Сосын ер адамдар жағынан құрмет өте жоғары. Ер адамдар жағы көбі жақсы қабылдап, құрмет көрсетеді, жол береді, көлікте келе жатырса, мысалға сигнал басады, құрмет ретінде қолына бүйтіп лайк басады, бүйтіп кереметсіз деп көрсетіп жатады. Ым-ишарамен көрсетіп жатады, иә. Сосын мысалға таксиге міне қалған жағдайда кимешегіңіз үшін тегін апарып тастаймын дейтін жігіттер болады. Автобусқа мінетін жағдайда сіз тегін мініңізші, сіз ұлттық киіммен келе жатырсыз деп солай құрмет көрсетеді. Енді әйел адамдар жағынан бұл пісіп, жетіліп, саналы түрде ойланған, мынау ұрпаққа не береміз, біз қалай үлгі боламыз деген аналар, олар өзі үн-түнсіз-ақ өздері кие салады болды. Оған енді осы біздің мынау өлкеде сіз біздің кимешектің амбассадорысыз ғой деп айтып жатады. Енді әрине оны мен себепкермін, шынымен де мен себепкермін, Атырауға осылай алып келдім. Соны ілесіп киген аналар баршылық, ол күнделікті киеді. Біз сонымен сәндіміз, сонымен де әдеміміз деп есептейміз. Себебі әлемді әдемі алатын ол енді аналар ғой, шынымен де. Қай жерге барғанда да біздер аналар кеңесінің жыл сайын форумдарда барамыз. Халықаралық биыл біздер 2-ші жыл халықаралық форумға барып келдік. Былтыр Маңғыстауда болдық, биыл Таразда болдық, ертең Ұлытауда болады. Сол кезде көпшілік менімен суретке түсуге тырысып жатады. Сіздің Мен сізді ең алғаш көргенде осы аналар кеңесімен, мен ойлайтын барлығы өмірде осылай аналар кимешек киіп жүреді. Кейін жаңағы нелерден көреміз, өзіңіз айтып отырған форумның видеоларынан. Жоқ, басқалары кәдімгі сол күнделікті, иә. Сіздер ғана андай бір ерекшеленіп жүресіздер. Енді уақытты шектеуге тура келіп тұр, әйтпесе бұл таңға жалғастырып айта беретін әңгіме ғой. Енді ұлттық құндылық, жалпы бала тәрбиесі, отбасылық құндылық дейтін. Енді студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңіз үшін бөлек баяғы Жанар Төрениязқызы рахмет. Өздеріңіз айтқандай біздің қылықты қыздарымыз көп болсын, кимешекті апаларымыз, жаулықты аналарымыз көп болсын, текті ұлдарымыз көп болсын. Соңғы қорытындылайық. Енді қазір жастар келіп сіздерден бірақ кеңес сұрайтын болса, не деп айтар едіңіз? Бір кеңес. Айтыңыз. Қандай кеңес берер едіңіз жастар? Тек бір түйір кеңес. Бір нәрсені маған өмірлік азық болатын бір кеңес беріңізші деп бір нәрсе сұрасам. Мен айтар едім, ұлтыңа адал бол деп айтар едім. Өз ұлтыңа адал бол деп айтар едім. Сонда сол сөздің ішінде, сол бір сөйлемнің ішінде бәрі бар. Ағайында бар, аталарда бар. Сіз қандай кеңес бересіз? Тегіңді бөл дер едім, ата тегіңді. Қазақ екеніміз енді қазір былай қазақпыз деп айтқанмен тарихтан ажырамауымыз керек. Тарихтан мына қалай деп айтады, дұрыс айтасыз. Тарихын білмеген болашағын болжай алмайды. Болашақтан айырылып қалмау үшін тарихымызды жақсы білуіміз керек. Ата тегіміздің тарихы. Осымен құрметті көрермендер, шынайы вайптың бүгінгі шығарылымына берілген уақыт аяқталды. Бүгін студиямызда жалпы бақытты отбасы, бақытты қоғам, бала тәрбиесі, ұлттық құндылық, рухани құндылық, отбасы құндылықтары туралы әңгіме өрбіттік. Студиямызға келген қонақтарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге отбасылық бақыт тілейміз, шығармашылық шабыт тілейміз. Аман жүріңіздер. Құрметті көрермендер, шынайы вайптың келесі шығарылымында кездескенше.